Маңғыстауда табиғат жанашырлары қоғамдық экологиялық бақылауды күшейту керектігін айтып, дабыл қағуда. Өңірлік экологиялық кеңес төрағасы Қажымұрат Қайрушев пен тең төраға Рашид Мұстапаев аталған проблемаларды кешенді шешу жөніндегі жол картасымен таныстырды. Қатысушылар жоба азаматтық қоғамды және бұқараның ой пікірін ескеру арқылы ведомствоның ашықтығын айқын көрсетеді дейді. Сондай-ақ олар өңірдегі өзекті экологиялық проблемалар толық қамтылуы тиіс екендігін, әрі жобалық құжаттың жүзеге асырылуына бақылау жасау қажеттігіне тоқталып өтті. Әсіресе Қаракөл қаумалында тәртіптің ақсап тұрғаны да сөз болды. В 2 шагах от Актау на Караколе мы не можем там обеспечить соблюдение режима заказника. Там заказник есть, но режим не соблюдается. Түсірілім кезінде дрондар пайдаланылады. Соның кесірінен қызыл кітапқа енген құстардың тұрақтап қалмау қаупі туындайды. Мұндай заңға қайшы әрекеттерге үстірт қорығының инспекторлары тосқауыл қоюы тиіс. Себебі аталмыш қорықты күзету солардың тікелей міндеті. Ал заң бұзушылыққа жол бергендерді әкімшілік жауапкершілікке тартумен аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясының инспекторлары айналысады. Қорық аумағына барғандар дрон пайдалануды тоқтатпаса, қоқиқаздар басқа аумаққа көшіп кетуі мүмкін. Сондықтан талап пен тәртіпті күшейту керек. Бас қосуда бұдан да өзге де өзекті мәселелер көтерілді. Кеңес төрағасы жағалауда бой көтерген қонақ үй кешенінің пайда болуы ауыз су тапшылығын туындатуы мүмкін екенін тілге тиек етті. Оның айтуынша, аталмыш проблеманы қазірден бастап қоғамдық талқылауға салу қажет. По Риксусу в следующем году с марта месяца появится вопрос. Келер жылы наурыз айында Ақтау мен Мұнайлы ауданында ауыз су тапшылығы болуы мүмкін. Себебі ірі жобалар жұртшылыққа алдын ала таныстырылмастан құрылысы аяқталғаннан кейін ұсынылған. Мысалы, қонақ үй іске қосылғалы биыл жаз мезгілінде Мұнайлы ауданында су жетіспеушілігін байқадық. Отырыс соңында 2021-2025 жылдарға арналған Маңғыстау облысының экологиялық проблемаларын кешенді шешу жөніндегі жол картасына кез келген тұрғын өзінің ұсыныстары мен пікірлерін жолдауға болатыны айтылды. Бақытжан Сатылханұлы, Сәбит Амангелдіұлы, Каспиан Ньюс, Маңғыстау облысынан.